Бәріне сәлем достар. Қазір мен сіздерге 2022 жылғы комедиялық драма жанрындағы Джерри и Марч Крупному фильмі туралы айтып беремін. Сурет бізге Мичиган штатында тұратын ерлі-зайыпты жұптың мемлекеттік лотереяда жүйелі түрде жеңіске жету жолын тапқандығы туралы баяндайды. Джерри жас емес, күн сайын оянып, ол жұмысқа өзінің соңғы жұмыс ауысымы бола ма деген оймен барады. Бір күні директорлар кеңесінің алдында сөз сөйлеген кезде ол өзінің жасына қарамастан өзінің білімін әлі де басқара алатынын білдіреді. Алайда кәсіпорын иелері оған күледі және оған ұзақ уақыт жұмыс істегендеріне алғыс айтады. Ақыр соңында Джерридің зейнеткерлікке жібереді. Сол кеште ер адам отбасымен бірге кешкі ас ұйымдастырады. Олардың балалары әкесін ынталандырғысы келіп, оған қайық сыйлайды. Еркек осындай сыйлықты алғанына бақытты болса да, жұмысынан айырылғаны туралы қайғы оны босатпайды. Арада бір ай өтеді. Джерри өзінің танысы Стивке келіп, оның банк шоты қаншаға ұлғайғанын сұрайды. Алайда белгілі болғандай, пайда мүлдем аз болып шығады. Оның досы жігітті жоғарғы табыс табуына уәде бере отырып, акцияға қатысуға көндіруге тырысады. Бірақ Джерри қарсы, ол өзінің ақшасын жоғалтудан қорқады. Джерри ақыры қайығын суға түсіруге бел буады. Алайда тәжірибесіздіктің назардан тыс қалғандықтан, ол көлігін батырып ала жаздады. Соңғы сәтте ол судан шығарып үлгереді, бірақ моторды бұзып алады. Мазасыз Джерри тынышталып, кафеге кофе ішуге барады. Оның көзіне Уинфол мемлекеттік лотереясы түседі. Джерри қағидаларды оқып, табысқа жету мүмкіндіктерін есептей бастайды және лотереяда жеңіске жету мүмкіндігін анықтайды. Ол өзінің оқиғасы туралы Стивке айтып береді. Ол досының сөзіне сенбейді. Сондай-ақ Стив ойын жасаушылардың ақшаны оңай алуға мүмкіндік бере алмайтынына сенімді емес. Джерри бәрібір өзінің болжамын тексеруге бел буады. Ол өзінің банк шотынан $2000 алып, барлық суммаға лотерея билеттерін сатып алады. Ұтыс болған күні Джерри билеттерді тексеруге отырады. Бірақ оның бақытсыздығына қарай Мардж үйге оралады. Күйеуінің лотерея қарап отырғанына таң қалады. Бірақ Джерри теледидарды өшіріп тастайды да, оны байқамай қосылғанын жеткізеді. Жұбайы кеткенде Джерри теледидарды қайта қосып, түскен сандарды жазады. Дәмханада отырып, ол билеттерін тексеріп, қонақтармен кездесу кезінде ол минусқа кеткенін түсінеді. Джерри лотереяға қатысты ойларына батып бара жатқаны соншалық әңгіме қолдау көрсетуді ұмытып кетеді. Тіпті олар ойнап жүрген картаны да шатастырады. Мардж күйеуінің қызық мінезін байқап, күйеуімен әңгімелесуді шешеді. Ол сәттілік туралы әңгіме қозғайды. Джерри кенеттен жеңілістің себебі өзінің есептемеуінде ескерілмеген сәттілік фактісі болғанын түсінеді. Келесі күні ол банкке қайта барады да, осы жолы $8000 алады. Ал мұның бәрі оның жинақ ақшасы және ол оған лотерея билеттерін сатып алды. Күндіз Джерри кафеде әйелімен және достарымен тамақтанады. Олар сәттілікке талпынуға бел буып, лотереяға біраз билет сатып алғандарымен бөліседі. Мардж өз кезегінде ақшасын жоғалтуға болатын тәуекелді мәмілелерді ұнатпайтынын айтады. Олардың достары мұндай ойындарға $1000 отырғызатын ақылға сыйымсыз адамдар туралы айтып, онымен келіседі. Жұбайы мен достарының әңгімесін тыңдай отырып, Джерри өзінің осындай ақылға сыймайтындардың бірі екенін сезіне отырып, өзінің тамағына қақала бастайды. Келесі күні лотерея нәтижелерін тексерген ер адам $15000 ұтқанын біледі. Бұл билеттерге жұмсаған сомадан 2 есе көп. Үйіне қайтып оралған ол шкафқа тығылып, шоқта тығылған ақшаларды алып, оны попкорн қорабына салады. Бірақ ер адам тәтті тамағымен тамақтанғысы келген немересін байқап қалды. Джерри қыздан банкысын алып, ақшасын басқа қорапқа салып үлгерді. Сол күні кеште Джерридің құпиясын әйелі ашты. Мардждың қойма туралы айтқандарын дұрыс түсінбеген Джерри лотерея ойнап жүргенін айтып қойды. Бірақ өзінің таңғалуына орай Мардж оны кінәламады. Керісінше, әйел күйеуінің өз ойын сауықтарының пайда болғанына қуанды. Ақыр соңында ұзақ жылдар өткен соң бірге көңіл көтеріп, өз көңілімен өмір сүре алады. Ерлі-зайыптылар қолдарында бар $15000 мен билет сатып алмақшы болған кезде, олардың штатында лотерея жабылғанын біледі. Енді билет алу үшін басқа штатқа бару керек. Қарт жұп ықыласқа толы және туындаған қиындықтар оларды қорқытпайды. Ертең оянғаннан кейін олар жолға шығады. Көршілес штатқа жеткен соң Джерри мен Мардж лотерея автоматын табатын жанармай құю бекетіне кіреді. Олар кешке дейін қалуға тура келеді. Өйткені аппарат сағатына 1000 билет басып шығарады екен. Қонақ үйден бөлме алған жұбайлар түнде лотереяға түскен сандарды қарап шығып, таңертеңге дейін өткізілген билеттерді тексере бастады. Олар $21000 ұтып алды. Қайтар жолда Мардж өз ұтыстарын көбейту үшін лотереяға көбірек адам тарту идеясы келеді. Джерри мен бірге ол өз корпорациясын құруды шешеді. Алдымен олар көп жылдан бері таныс болған достары мен қала тұрғындарын шақырады.
Азаматтарға олардың идеясы ұнады. Келесі жолы Джерри мен Мардж жанармай құю бекетіне келгенде $40,000 билет сатып алады. Билл есімді сатушы зейнеткерлерге мұндай ақша қалай келгені жайлы таңғалады. Содан соң Мардж күйеуімен бірге лотереядағы кәсіби ойыншылар екендерін түсіндіреді. Ақыр соңында Билл олардың инвестициялық клубының мүшесі болады. Таңертең біздің кейіпкерлер олардың сомасының 2 есеге артқанын және $80,000 құрайтынын білді. Джерри мен Мардж қол жеткізген жетістіктерімен тоқтамайды және билеттерді барлық сомаға сатып алуды жалғастырады. Әрбір лотереядан кейін өзінің жинақ ақшасын 2 еселеп отырды. Гарвард университетінде Тайлер атты студенттердің бірі лотереяны зерттеп, табысқа жету мүмкіндігін есептейді. 30 ойынының симуляциясын қабылдап, ол 100% 30-қа мүмкіндік бар деген қорытындыға келеді. Жігіт студенттерден жатақханалардан ақша жинап, лотереяға ойнауға шешім қабылдайды. Оқушы өзінің осындай схемасы бірінші болып келгенін айтып, олардың барлығы лотереяны жеңген аңыз болатынына уәде береді. Джерри инвесторлар үшін жиналыс ұйымдастырып, табыс көрсеткіштерін жеткізгісі келеді. Алайда адамдар сандар туралы тыңдауға қызықпайды және барлығы тамақтану үшін асханаға кетіп қалды. Лотереядан мүмкіндігінше ол ашылып жабылғанша көп ақша алуға ниет білдіре отырып, ер адам 600,000 билет сатып алуға шешім қабылдайды. Ол 30 ақшасының басым бөлігін қалада басқа тұрғындар сүйетін жаз фестивалін қайта құруға жұмсайды. Гарвард студенттері де өз табыстарын алды. Алайда оқушылардың бірі Эрик 30 көбірек болу керектігін түсінеді және лотереяның барлық деректерін тексергеннен кейін қаражаттың көп шығатынын білді. Жігіттер лотереядан табыс табатын адамдардың екінші тобы бар екенін түсінді. Билеттердің жаңа партиясын сату басталады. Джерри мен Мардж жанармай бекетінде отырып, олардың 46 жылдығын атап өтеді. Бұл кезде мекемеге Тайлер мен Эрик кіреді. Олар бір-екі зейнеткерді көргенде жүздері күлкіге айналды. Өйткені олар бастапқыда қылмыстық топты көруге ниетті еді. Жігіттер қарт адамдарға жеке ойнау емес, олардың тобына қосылуды ұсынады. Бірақ Джерри қарсы, ол ұсыныстан бас тартып, ал жігіттер болса бос кетіп қалады. Бірнеше күн өткен соң Тейлор Мичиганға қайтадан келеді де, Джерри мен оңаша отырып, оның барлық инвесторларының шоттарын бұзу туралы ақпаратпен қорқытады. Ол қарияға тобындағы ұтысқа қатысы бар адамдар туралы ақпарат табу қиындығына соқпайтынын айтады. Ол Джерриден лотереяны аяқтауды сұрайды, өйткені олар көп ақша алып үлгерді. Ер адам лотереяға қатысуды жалғастыру қаупі бар екенін түсінеді және инвесторлар жиналысында Джерри олардың ойыннан шыққанын жариялады. Алайда олмен және әйелмен әңгімелескеннен кейін ер адам шегінбей ойнауды жалғастыруға бел буады. Тейлор Массачусетстен билеттерді сатып алу қайтадан басталатынын біледі және оның тобы билеттерді ерте сатып алып, чекпоттарды бөлуді ұстап қалатын схеманы ойлап табады. Алайда ол үшін оған ірі көлемді ақша қажет. Ол әкесінің бизнесмен әріптестерімен көмек сұрайды. Олар өз ақшасын студенттің идеясына инвестиция істеуге дайын. Балалар өз жоспарларын іске асыра алды. Тейлордың схемасын білген Джерри университетке барып, барлық балалардың алдында бәрі студенттер Тайлорге бай болуға көмектеседі деп айтады. Ол болса олар үшін ештеңе істемейді және 30-ты бөліспейді. Джерри кетіп бара жатқанда оқушылар лотерея билеттерін толтыруды тоқтатады. Джерри лотерея басшылығы 30 туралы білетін және ештеңе істемейтін болса, онда оларға бәрібір деген қорытындыға келеді. Олар Марджпен бірге директорлар кеңесімен кездеседі. Ол олардың барлық қатысушылар оны көре алу үшін, сөйтіп оны мерзімнен бұрын бөлу мүмкіндігін болдырмау үшін ашық джекпот сомасын жасауды сұрайды. Сол уақытта Бостон қаласындағы журналист Майя Джордан тергеу барысында Джерри мен Тайлор лотереяның тұрақты жеңімпаздары екенін анықтайды. Ол зейнеткерге барады. Қарт оған лотерея билеттерімен толтырылған жәшіктерді көрсетеді. Ол әйелмен бірге бірнеше күн қатарынан билеттерді тексеруге, таңертеңнен түнге дейін шаршамайтынын айтады. Бұл оларды тек бақытты етеді. Өз сөздерімен ол әйелді таңғалдырды. Бостон компаниясының директоры журналистпен мақаланы талап етеді. Бірақ ол Джерридің басқа инвесторлермен 30 ақшасын қаланы дамытуға жұмсайтынын анықтайды. Джерри мен Мардж соңғы рет 30 сомасын ойнауға шешім қабылдаған күн келеді. Ол соманы қаланы қалпына келтіруге жетеді. Әдеттегідей жанармай құюға келген соң, олар тұрақты сатып алу нүктесінен билет автоматтарын қалай алып бара жатқанын көреді. Олар лотерея басшылығының газетте шыққан мақаладан кейін ойынның осалдығы лицензиясының күшін жойғанын біледі. Тайлор бейнеленген газеттің жазбасы оның әкесінің көзіне түседі. Ол университетке келіп, заттарын жинап онымен бірге кетуді мәжбүр етеді. Кешке Джерри әйелмен инвесторлар жиналысына келіп, тұрғындар ұйымдастырған қалада жаз фестивалінің ашылғанына таңғалады. Қала тұрғындары соңғы күні өздері штаттың барлық сауда орындарына барып, лотерея автоматтарын алып үлгергенге дейін билеттерді сатып алғандарын мойындайды.
Олардың барлығы Джерриге қала үшін жасаған істері үшін ризашылықтарын білдіреді. Фильм Джерри мен Марш биімен аяқталады. Олар джаз фестивалінен лотерея билеттерінен түскен табысты есептеу үшін кетіп қалады. Жұп ақшаның көп бөлігін сондай-ақ олардың көптеген достары мен көршілері сияқты өз қалашығын жақсартуға жұмсады. Олар өз балалары мен немерелеріне білім беруге де жұмсады. Ал сатушы Билл болса жаңа жанармай бекетін ашып алды. Лотереяға қатысқан кезде Джерри $27 миллион ұтып алды. Достар, көргендеріңіз үшін рахмет. Бұл фильм туралы не ойлайсыздар? Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер және бізге лайк пен қолдау көрсетіп тіркелуді ұмытпаңыз.